Облыстық шексіз өнер шығармашылық фестиваліне қатысуға қала мен аудандардан 50-ге жуық жан тілек білдірген. Алдымен келушілердің назарына Мағжан Жұмабаев атындағы жоғарғы колледжінің концерттік залында ұйымдастырылған шағын көрме ұсынылды. Бұл жерде жұртшылық мүмкіндігі шектеулі жандардың қолынан шыққан туындыларды тамашалады. Фестивальдің өзін көркем сөз аталымының қатысушылары бастады. Солардың бірі 10 жасар Валерия Завгородняя. В прошлом году заняла гран-при. Мен мұндай байқауларға жиі қатысамын. Алдыңғы жылы гран-при иегері атандым. Бұл жолда жеңісіме сенімдімін. Байқауға арнайы періште деген ана туралы өлеңді дайындап келдім. Бір жұмаға жуық уақыт дайындалдым фестивальға. Я замерзну, я там заблужусь, я промокну под сильным дождем. Ну кому я тихонько прижмусь, с кем оставшись, побуду вдвоем. Шексіз өнер фестивалінің қатысушылары көркем сөз, аспаптық өнер, вокал, хореографиялық өнер, көркем өнер және сәндік қолтанбалы өнер сияқты 6 аталымда сайысқа түсті. Фестивальдің негізгі мақсаты әрбір қатысушыға өз шығармашылығын шыңдауға мүмкіндік беру, олардың мүмкіндіктерінің шекарасын кеңейту дейді ұйымдастырушылар. И необходимо отметить, что шараның барлық қатысушыларын шабыттандырып, жаңа жарқын әсерлерге ие болғымыз келеді. Сондай-ақ олардың мотивациясы өзгелерге үлгі болса екен дейміз. Назарсыз ешкім қалмайды. Барлық қатысушыларға жүлде дайындап қойдық. Барлық қатысушылар грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай іс-шара дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп тұрады. Индира Ахатқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный.